Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгін біз Әзілхан Нұршайықовтың тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романынан үзіндісімен танысасыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ақпараттарды қажетінше өңдей алады, құрастыра алады. Ал енді балалар, қазір «Ақиқат пен аңыз» романынан үзіндіні қарайсыздар. Мұқият қараңыздар, тыңдаңыздар. Сол роман арқылы сіздерге үй тапсырмасы беріледі. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас болғанға қиып түсер қылышпыз деп, Абылай бабамыздың мұндай сөздерінен ұлтымызға тән ұлылықты сезінеміз. Отан үшін жан аямай күрескен, Абылай ханның ізін жалғастырған қаһармандарымыз аз болмады. Олар өте көп. Сол батыр ұрпақ тізімінің көшбасында Бауыржан Момышұлы тұр десек, артық айтқанымыз емес. Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлігін сипаттау мақсатында көптеген шығармалар жазылды. Соның бірі өшпес мұра болып қалған Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогы. Аңыз бен ақиқат роман диалогының дүниеге келуінің өзі үлкен аңыз секілді. Себебі Бауыржан Момышұлының 60 жылдығына орай көптеген журналистерге және жазушыларға арнайы мақала жазу тапсырылған болатын. Осы уақытта Әзілхан Нұршайықов та арнайы мақала жазуды қолға алады. Бауыржан Момышұлы туралы нақты деректерді жинау мақсатында 60 сұрақты құрады. Ассалаумалейкум бай. Шаруаңды айт. Журнал сіз туралы мақала жазу тапсырып еді. Сіз жайында айтылмаған ештеңе қалмаған сияқты. Мен не жазарымды білмей, өзіңізбен ақылдасуға келдім. Білмесең, кругом. Бәуке, дат. Датың болса, айт. Сізге арнайы алып келген сұрақтарым бар еді. Ендеше бері бұрыл. Это серьезно. Отыр. Өзім жазылмаға. Осылайша нағыз ақиқаттан құралған роман диалогтың негізі қаланды. Ақиқат қолжазбаға бүкпесіз түсті. Баспа басшылары романды басуға құлық танытпады. Ақиқат пен аңыз 2 жылдан кейін 100 000 данамен қайта шығып, ел Батыр Бауыржанға байланысты ақиқатқа көз жеткізді. Сұхбат мақсатымен басталған бұл диалогтың халық жүрегінен орын алатынын кім білген? Батыр атамыздың отанына соншалықты берілгені, тәртіп пен тәрбиені, өмірлік ұстанымды бірінші орынға қоюы, оның өрісін мынадай сөздерінен аңғаруға болады. Тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті сөздің құлы. Әзілхан Нұршайықовтың аталмыш туындысында Бауыржан Момышұлы бейнесін өте жоғары дәрежеде дәріптеп көрсете білді. Неге десеңіз, шығарманың кереметтігі соншалық. Кітаптың алғашқы беттерінен-ақ Бауыржан атамызға тәнті болып, жаңа қырынан тани аламыз. Шындықты алмас кездіктей тіліп тұрып айтатын Бәукеңнің сөзі кеңестік дәуірдің саясатына қайшы келді. 3 рет кеңес одағының батыр атағына ұсынылып, әрқилы себептермен қорғалған Бәукеңнің қыжылы да ішінде қайнап жатты. Роман диалогты оқи отырып, Батыр Бауыржанның сергелдеуге түспейтін, салқынқанды екенін, қандай да бір оқыс оқиға, төтенше жағдай орын алса да, дегбірсізденбей байыппен шешетінін оңай аңғара аламыз. Батырдың сұсты қабағы мен рухты сөздері әрбір жауынгердің жүрегіне от жақтырады. 1942 жылы полк командирі кезінде омыртқама оқ тиді. Самғатқа жеткізгенше ес түсімді білмедім.
Батя! Батя! Шаңбай ма? Иә, жолдас командир. Кет. Олай етуге болмайды, жолдас командир. Болады, ойырамын. Әйтпесе, атамын. Кез дедім саған. Кез. Міне, жолдас капитан, сіздің оғыңыз. Кәдеңе жарасы сол айтылғанның бәрі сенікі. Автор, жарата алсаң деңіз. Бауыржан, оны өзің білесің. Менің шаруам жоқ. Автор, біз бұл әңгімемізді жеңістің 30 жылдығы қарсаңында аяқтағалы отырмыз бәуке. Бауыржан, оның рас, жеңіске жеткен қуанышқа кенелді. Ал жетпеген арманда кетті. Отан соғысында өлгендерді ұмытпайық. Өзіміз өлгенше, олардың аттарын аузымыздан түсірмей, жазғанымызды қағаздан қалдырмай, халыққа айта берейік. Оларға біздің дұғамыз осы болсын. Өлгенді ардақтай білген ғана тіріні құрметтей алады. Өлгенге бақыт керек емес. Өлінің бақыты тірінің тірлігінде. Ал тірілер бір-бірімізді шын жүректен құттықтайық, сыйлайық, қадірлейік. Осылай деп әңгімесін аяқтап Бәукең үн-түнсіз отырып қалды делік. Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» роман диалогіндегі Бауыржан Момышұлының образы, көркем әдебиеттегі теңдесі жоқ қаһарман қолбасының образы. Роман диалогтың әр диалогінде қойылатын сұрақта әлеуметтік маңызы жоғары. Кейіпкерлердің халық мақал-мәтелдерін орынды жерінде және дер кезінде пайдалана білуі. Шығарма авторының суреткерлік шеберлігін көрсетеді. Роман диалог мазмұнының мәні Бауыржанның халқына, халықтың Бауыржандай батырлығына деген сүйіспеншілігі мен құрметінің шынайы көрініс тапқанында. Автордың шығармашылық табысы Бауыржанның туған халқына деген, туған халқының Бауыржандай батырлығына деген сүйіспеншілігі мен құрметін шынайы жеткізе білгенінде. Ақиқат пен аңыз бүгінде ақиқаттың айғағы болса, ақындарға үлгі. Ал енді балалар, сіздер Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романынан үзіндісін қарадыңыздар. Ал енді сіздерге үй тапсырмасы. Тыңдаңыздар мұқият. Осы шығарма бойынша шағын эссе жазасыздар. Рахмет назарларыңызға.